нәрсе солардың сөзінен былай ойланып жоқ қой. Кішкене олар келсе, бір нәрсе болды да, біздің өкінішке қарай президент олардың сөзінде айтқан сөз жаңа сөз емес. Соны айтсын. Соны енді қарапайым нәрсе, президентті сөз адамы қылу керек, президент істің адамы болу керек. Айтты, иә, бәрін өз қадағалауы, өз істемес. Бірақ соны айналасында қалыс кету керек. Әкімшілік. Жаңағы бөлінеді, олар бірден кейін қалай істеп отқан қарау керек қой. Біз сол тұрғыдан мына осындай жиында көмектесеміз редакторларға. Олай нақты іске айналдыру болады президенттің айтқанында. Өздері айтқан президенттің бар сөзімен келісемін дейді, кейбір рас шынында ол келісмейтін жағдай бар шығар, бірақ қалай түзеу керек, қалай апару керек. Қазір айтып отырмыз, айналасындағы адамдар кішкене дұрыс емес. Ол рас шынында орыс үкіметі ғой. Бізді бір қарағанда ол жазылмайды ғой, біз Россияның провинциясы деуге болады. Өзі кеше аңғарсаңыздар, кеше 10 жылдықта осы керемет рахаттанып тойлап жатыр, алғаш күні. Бәрін жиналып қалай бастағандарын айтып жатыр. Айналайындар өзі шын жүректен сөзі шыққан сөз емес қой. Өйткені шын жүректен сөз шықса, мүмкін қазақ olur, жаңағы корейсінен басқа. Бір қазақша сөз жоқ қой. Ышқыныстырып қазақша айтамын, үкіметте не пайда, қандай бұл не үміттеніп отыр. Бұл бұларды қазақтың үкіметі айту қиын. Міне сондайлардан да ашып айтсам не, sonra қарсы болдық па, үкіметке қарсы болдық па? Біз өзімізді жақсы көреміз. Біз оны дамытқымыз келеді. Елімізді күшейтуіміз керек, бірақ елдің жақтырдайды. Біздің конституцияда унитарлық мемлекеттік жазылған, конституцияда ұлттық мемлекеттің ұлттық тілі бар. Соның бірінші орында бәрін үкімет қой, көрдіңіздер, өздері жоғарыдан. Соңғы елге уағыз айтамыз десең, қазақша сөйлеңдер дейміз. Қазақша сөз шындап келген уақытта бізге қажеті жоқ ешқайсысы. Өйткені қазақша барып ең арасы сен әлгі киноға билет ала алмайсың. Немесе әлгі бір жерге барып өзің бір тілін қазақша шеше алмайсың, сауатты қазақша төлей алмайсың ең арасы. Бәрі орысша тіліктің бәрі. Сондықтан да бірінші кезекте бюджеттік мекемелер тым болмаса мемлекеттік тілді атқару керек қой. Сонда мұқтаждық бар еді, қазақ тіліне қажеттілік бар еді, кішкене де болса. Сонда шашқан миллиондаған сомның қайда кеткенін білмейді қазір өздері. Сонда миллион сом жұмсамай-ақ қазақ тіліне үйретуге болады. Өйткені 50-60 сөз, 100 сөзді кезінде орыс үйреніп алады, орыстан қазақ тілі. Қажет болса. Қажет жоқ қой. Қажеттілік болу керек қой. Сондықтан да біздің соны ана кішкене дамып айтқандағымыз оған өкінішке қарай біздің редакторларға көмек керек қой, өздері біледі. Бірақ қазір астына қозғап отырмыз, әрі мына онлайн режимге кетті, әрі биліктің өкілі бар біздің арамызда дегенмен осыны айтқан дұрыс шығар. Президент айтты, ана редакторлар айтып жатыр. Одан кейін бір сөзінде президент тағы айтқан, бізге шынында идеология керек екен деп. Бәлем жылдан керек деді ғой енді. Енді соған біз неге көмектеспейміз бәріміз. Ол идеологияның бірінші тармағы отарсыздандыру мәселесі болу керек қой. Бізді құртып отқан осы ғой. Кешке біздің мына жастарымыздың бәріміздің санамызды жұмшайып жатқан, бізді нәрлендіріп жатқан тек орыс басылымдар. Кешке қарайтын тек қана орысшаға барылады. Қазақша іздеп таппайсың. Ең арзығы қазақша бір канал жоқ, қана басынан байған уақытта. Ал бізде бақ туралы заң да бар, басқа да бар, орындалмайды. Өкінішке қарай біздің бірнеше айтып жатыр, бірақ мына ретте тағы айтайын. Біздің мына биліктің тармағындағы азаматтар отанның, біздің еліміздің патриоты емес өкінішке қарай. Осында отырған жігіттер міне біздің ұлттағылар біледі, біз біраз біздің азаматтар соттасты, барғанбыз сотқа. Сонда соттар сол заңның тарапынан, мемлекеттік тарапынан қолдауға жарамады. Заң бұзылған жоқ деп соқты, біздің сот. Не деген масқара, заң неге бұзылған жоқ? Заңды мысалы бақ туралы заңда да, тіл туралы заңда да бар. Ана ең болсын дейміз ғой қазақ тілі. Не үшін дейді ол? Ол мемлекеттік тілде қазақ тілдің ортасын қалыптастыру үшін дейді ғой. Демек, мемлекеттік хабарлар, мемлекеттік хабарлар ел көретін уақытта болу керек. Бұл қарапайым нәрсе ғой. Ол күн ортасынан келген қояды да, ол бәрібір ана бәленің проценті келіп тұр, мен заң бұзған екен. Сонда бұл соттың Россияның соты ма? Әлде Қазақстан соты ма білмейсің. Сот сауатты болса, бір сауат болмай-ақ қойсын, бірақ Қазақстанның патриоты болса ойлау керек қой. Қазақтың тілін дамыту үшін, мемлекеттік тілді дамыту үшін әрине правильно қайында. Сегіздің оның арасында көрінуі керек қой деген нәрсені қою керек қой. Жоқ бұл заңда жазылмаған, сондықтан заң болған жоқ деп біздің жігіттеріміз салып суға кетірді. Міне біздің мемлекеттік қызметшілердің түрі өкінішке қарай. Осындайды ашып айту керек, газетте жазу керек. Оған редакторлар мұндай жерден қашып кеткенде қайта келіп айтып отыру керек қой. Бұндайды айта бермесе болмайды, ел білу керек. Әрбір өзінің геройларын өзінің мәселені отқан көру керек қой. Мына ортасынан айта берсе көп нәрсе болады. Жалпы біздің қай-қайсымызда жаңағы орынды әдемі нәрсені Рекан айтып отыр екен, көп нәрсе істепті. Осындай нақты істер керек, рас, ол төменнен. Бірақ көп нәрсе билікке байланысты. Біз қанша айтпайық, қазақтың қазақша сөйлесін дейік, тағы бірдеңе дейік, оның бәрі жай шейін бос сөздер. Мемлекеттік ақпарат қазақтың шын мәнінде мойындап, менің конституциялық өмірге енгізбей түк те болмайды. Сондықтан бірінші кезекте мемлекеттік ақпарат, сот, содан кейін әлгі бәріміз ақша төлейтін жерде, салық жүйесі, ақшалатын жерде соның бір қазақша болса, кішкене бірдеңе жылжиды алға.
Өзі шындап көрген уақытта сол салып жүйесін барып бірдеңені жоқ сөздің керегі жоқ қой. Бір 40 жылы сөз білсе, оны келген орыс үйреніп алуына болады. 17 жылға да үйрене алмай жүр. Өздері президент айтты ғой, айыпта үйренетін уақыт болды. Ықылас жоқ, себебі шындап мұқтажы жоқ. Ана жерде отырған клиенттер өздері қазақша білмейді. Соны талап ету керек. Мына ұрандардың бәрі менің ойымша солай халық көп білетін жерлерге тарату керек та, солар қазақша жұмыс істейтін жағдайға жеткізуіміз керек. Биліктен талап ету керек, біздер сол өз тарапымыздан төменнен солай әрекет ете білейік. Жалпы ең басты билік соны талап ету керек, биліктің қолында тұр ғой. Шындап көрген уақытта біздің билік ең қолайлы билік, менің ұлттық мүддені қорғауға. Президент билік дейміз. Ана жоғарғы қызметте бәрі орын. Өкінішке солай айтпай отыр ғой. Себебі айналасының бәрі орыстанғандар. Бізде орыс үкіметі орысша жұмыс бастап отыр. Россияның ғана неге құнарлы ғана хабар жүргізеді. Бірде осы рахаттан бізді кереметке бірінші президент бізге соғады, себебі өзінің бір провинциясы сияқты. Бұл аянбай шын мәнінде айту керек. Рас бұлар сенеді, мұнда бәрі орысша, тірлік орысша келіп отқан жоқ. Өзінің бір баяғы Монғолия сияқты рейді. Міне өкінішке қарай осыдан қашуымыз керек. Аңғарсаңыздар, енді өкінішке қарай айтып отырып, президентіміз бәрімізді жақсы көреміз, сыйлаймыз. Бірақ кеше бір сөзден мен тағы не айтып қалдым. Мен дейді, Байқоңырды ешқашан шет елдің арендасына беріп деп ойлаған жоқпын дейді. Қандай не бұл? Сонда Россияны өткізіп деп отыр ғой. Россия шетел ғой бүйшін. Ал ол жоқ, мен Россия шетел емес. Мен осыдан құрып отыр мәселе. Қазақтың мүддесін құрып жатқаны, барлық жағынан шегеріліп жатқаны осылай ойлағандықтан. А Россия үшін шынында шетел. Сыйлаймыз Россияны. Россиядан үйренеміз. Үйренетін нәрсе әлі де көп. Бірақ ол шетел. Осы жағын ойлау керек. Біздің өзіміздің мүддемізді қорғауымыз керек. Міне осы тұрғыдан енді көп айтатын нәрсе бар ғой, бірақ әзірге мен де тоқтаймын.